Сәлем достар, бүгін түс жоруда әйелдер аяғының ауыр екенін түс көру арқылы қалай білген? Құрсағында тағы бір тірі жанның пайда болғаны туралы түс арқылы көрінетін белгілерге сенесіз бе? Ең алдымен каналыма подписаться етіп, лайк, комментария қалдырыңыздар. Жүктілік кезінде екіқабат әйелдерге интуиция жақсы жұмыс істей бастайды. Жүктілік кезінде түс көру арқылы әйелдер тіпті баланың жынысын анықтай білген. Жүкті әйелдің өзеннен балық аулап жатқаны, теңіз жануарларына толған суға қарап тұрғаны, тіпті түсінде балықты базардан сатып алатындар да бар. Айта кетейік, бұл жүктілікті дәлелдейтін бірде-бір нақты түсініктердің бірі. Егер баланың жынысын да білгіңіз келсе, балықты сатқан адамды есте сақтап қалуға тырысыңыз. Сатушы жігіт болса, ұл бала, әйел адам болса, қыз болады. Кейде қатарынан екі балық ұстап алып жатады, онда егіздер болуы мүмкін деген сөз. Жүктіліктен хабардар ететін екінші түс жыландар. Түсіңізде жыланның шағып алуы аяғыңыз ауыр екендігінің белгісі. Ата-ана болу туралы жаңалықты су арқылы да білуге болады. Түсіңізде мөлдір бұлаққа шомылсаңыз, ағып бара жатқан өзеннен су ішсеңіз, немесе таза теңізде жүзіп бара жатсаңыз, балалы боласыз деген сөз. Түсіңізде кішкентай балаларды көрсеңіз, отбасыңызға жаңа адамның қосылатынына дәлел. Көптеген әйелдер жүктіліктің алғашқы күндерінде түсінде сәбимен ойнап жатқанын немесе қыдырып жүргенін көреді. Жүкті әйелдердің түсіне тағы не кіреді? Жұбайыңызбен оңаша демалысқа бару, жануарлардың балалары, жұмыртқа, тауық, үйрек, алма, гүлдерге толы ваза, бақша, саңырауқұлақ және қарбыз жеу. Достар, осымен түс жору шығарылымы аяқталды. Видео ұнаса лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше сау болыңыз.